бір жылдық күнәңіздің өтеуі болатын күн. Мухаррам айының ерекшелігі. Мұсылман күнтізбесі бойынша Мухаррам айы жылдың бірінші айы. Жаратушы Раббымыз Тәубе сүресінің 36 аятында расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12 ай. Бұлардан 4-еуі қасиетті айлар. Міне осы берікті. Ендеше бұл айларда өздеріңе зұлымдық етпеңдер, Алланың тақуаларымен бірге екенін біліңдер деген. Әйгілі тәпсірші ғалым Әл-Хуртуби харам айлары жайлы айтылған осы аятты Алла Тағала харам айларын ерекше құлшылықпен өткізуді және ол айларда зұлымдыққа жол бермеуді бұйырған деп тәпсірлейді. Ал пайғамбарымыз оған Алланың игілігіне сәлем болсын болса, бұл жөнінде заман Алла аспандар мен жерді жаратқан күндегідей қалпына қайта айналып келеді. Бір жылда 12 ай бар. Оның 4-еуі қасиетті, 3-еуі бірінен соң бірі келеді. Зүл-Қағда, Зүл-Хиджа және Мухаррам. Ал 4-ші Жұмада мен Шағбан арасында келетін Ражаб айы деген. Осы 4 айдың ішіндегі Мухаррам айына аяқ бастық. Ал Мухаррам айы несімен ерекше? Мухаррам Алланың айы. Абу Зардан жеткен хадисте ол былай деген: мен Алланың елшісі, түннің қай мезгілі хайырлы, айлардың қайсысы абзал деп сұрадым. Ол түннің ортасы хайырлы, айлардың сендер Мухаррам деп атап жүрген Алланың айы абзал деп жауап берді. Белгілі ғұлама Хасан Басри және өзге ғалымдар харам айларының ішіндегі ең абзалы Алланың айы Мухаррам деген пікір айтқан. Кейінгі ғалымдар да осы ұстанымды дұрыс деп тапқан. Мәселен, Ибн Жарир Алла Тағаланың әрбір хижра жылын харам айымен бастап, соңын харам айымен аяқтауына үлкен мән жатыр. Айлардың ішінде Алла үшін Рамазаннан кейінгі ең қадірлісі Мухаррам айы деген. Муслимнің Сахих жинағында Әбу Хурейрадан жеткен хадисте оразаның Рамазаннан кейінгі абзалы Алланың айы Мухаррам, ал намаздың парыздарынан кейінгі абзалы түнгі намаз деп айтылған. Мухаррам айында қасиетті бір күн бар. Ол күні ұлы оқиға болған. Алла Тағала Мұса пайғамбар мен оның қауымын құтқарып, Фирғауын әскерін теңіз түбіне батырды. Міне сол оқиғадан кейін Мухаррам айындағы осы бір күнге ерекше мән беріледі. Шариғатымызда ол күн Ашура күні деп атпен белгілі. Бірде мұсылмандар Ибн Аббасқа келіп, одан Ашура оразасы жайлы айтып беруін өтінеді. Ол қашан Мухаррам айы туғанын көрсеңдер, есептеп 9-ші күні таңертең ораза ұстаңдар дейді. Олар Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын, дәл осылай тұтатын ба еді деп сұрайды. Сонда ол иә деп жауап берді. Ашура күнінің оразасы. Айшадан жеткен хадисте ол құрайыштар исламға деген Ашура күні ораза тұтатын және ол күні Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын ораза тұтатын еді. Мәдинаға келгенде Мұса пайғамбар оған Алланың игілігіне сәлем болсын сол күні ораза тұтты және ораза тұтуды бұйырды. Ал Рамазан парыз етілген соң Ашура күнін міндеттемеді. Қалаған кісі тұтатын, ал қаламаған кісі тұтпайтын деген. Мухаррам айының 10-шы күнін, яғни Ашура күнін оразамен өткізу сауапты іске жазады. Бухари мен Муслимнің Сахих жинақтар Ибн Аббас мынандай дерек келтіріледі. Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын Мәдинаға қоныс аударып, мәдиналық яһудилерде Мухаррам айындағы Ашура күні ораза тұтып жүргенін көреді. Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын, олардан сендер ораза тұтып жүрген бұл қандай күн деп сұрайды. Олар бұл ұлы күн, онда Алла Мұса мен оның қауымын құтқарып, Фирғауын мен оның қауымын суға батырған. Мұса бұл күні
шүкіршілік ретінде ораза тұтқан, сондықтан біз де бұл күнді ораза тұтамыз деп жауап берді. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын. Сендерге қарағанда Мұсаға біз көбірек құқылымыз, әрі оған біз көбірек лайықпыз деді. Сөйтіп Алла елшісі оған осы күн ораза тұтып, мұсылмандарға да осы күні ораза тұтуды бұйырады. Ғұлама Ибн Хажар Ашура күнінің артықшылығына тоқталып, Рамазанның өзге күндері ораза тұтқысы келген кісі үшін Мухаррам айында Ашура оразасы ең сауапты құлшылық болады деп айтқан. Ашура оразасын тұтудың әдептері Айшадан жеткен хадисте ол былай деген: Рамазан парыз болмай тұрып, адамдар Ашурада ораза тұтатын еді, және сол күні Қағбаға жаңа жабуыр жабылатын. Ал Алла Рамазанды парыз еткен кезде Алла елшісі оған Алланың игілігіне сәлем болсын. Кім онда, яғни Ашура күні ораза тұтуды қаласа, ораза тұтсын, ал кім оны тоқтатқысы келсе тоқтатсын деді. Муслимнің Сахих жинағында Ашура күні ораза тұту бір жылдық қателіктерді жуат деп айтылса, ал қажылық кезінде Арафат күні ораза 2 жылдық күнәға кәфәрат болады делінген. Білім иелерінің түсіндіруінше Ашура оразасы Мұса пайғамбарға қатысты, ал Арафат күні Мұхаммед пайғамбарға, оған Алланың разылығы болсын, қатысты деген. Сондықтан әр құлшылықтың өзіндік орны болғанымен, Арафат күнінде ораза тұту Ашура оразасынан гөрі абзал болып есептеледі. Харамның 10-шы күні, яғни Ашур күні тек бір күн ораза тұту дұрыс па? Оразаны Мухаррамның 10-шы күні ғана тұтып қоймаған абзал. Олай ету құлшылықтың өзге дін өкілдеріне ұқсау болып табылады. Сондықтан оразаны 9-шы және 10-шы күндері қатар тұтқан жөн. Ал 11-шы күні қосып тұту ықтият оразасы деп аталады. Қатарынан 3 күн бойы ораза тұту да сауапты іске жатады. Рабаи есімді сахаба әйелден жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың игілігіне сәлем болсын, Мухаррамның 10-шы, яғни Ашура күні таңертең ансарлардың ауылдарына шабарман жіберіпті. Таңертең кім тұтпаған болса, күннің қалған бөлігінде ораза ұстап аяғына дейін жеткізсін, ал кім таңертең ораза ұстаған болса, әрі қарай тұта берсін деген хабар таратады. Міне содан бері мұсылмандар үшін Ашура күні ораза тұту сауабы мол мұстахаб амал болып есептеледі. Сондай-ақ Мухаррам айында құлшылық тек ораза тұту ғана шектелмейді. Бұл айда Алланың қасиетті еткендік зұлымдық атаулының барлығын аулақ болып, керісінше Алланың разылығына жетелер қандай да бір ғибадат түрлерін мейлінше көбірек орындауымызға тиіс.